Ауру астан, дәу қарындастан деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Армысыздар әлем арнасының көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз тойып тамақтанудың зияны жайлы болмақ. Шынында да кез келген тамақты талғамай жей беретініміз және тоя тамақтанатынымыз жасырын емес. Тамақты тойып ішіп, соның кесірінен әртүрлі ауруларға ұшырап жүргендеріміз де жетерлік. Сондықтан да нәпсімізге қаншалықты қиын болса да, мүмкіндігінше аз тамақ жеуге өзімізді үйретуіміз қажет. Ардақты пайғамбарымыз былай деген: тамақтанғанда асқазанды үшке бөліңдер. Бір бөлігін аспен, екінші бөлігін сумен, үшінші бөлігін ауамен толтырыңдар деген. Ал көпшілігіміз қарынды тек тамақпен толтырып алатынымыз жасырын емес. Адам баласының өмір сүруі үшін дұрыс тыныс алу өте маңызды. 1 минутта 16 рет ауаны жұтып шығарады екенбіз. Әр тыныс алғанда ағзамызға жарты литр ауа енеді. Бір тәулікте 23240 рет тыныс алсақ, 11620 литр ауаны ішке жұтамыз. Ағза осыдан өзіне қажетті оттегін алады. Егер қарынды тек тамақпен ғана толтырып тастасақ, дұрыс тыныстай алмайтын боламыз. Ал дұрыс дем шығара алмасақ, ағзамызға оттегі де аз барады. Бұл өз кезегінде қанның дұрыс айналмай, зат алмасу процесін баяулай түсуіне алып келеді. Соның нәтижесінде адам түрлі кеселге ұшырайды. Осыдан кейін пайғамбарымыздың тоя жемей асқазанның бір бөлігін ауаға бөліңдер деуінің астарында қандай маңыздылық жатқандығын ұғынуға болады. Ғалымдардың айтуынша адамға күніне 2600 килокалория қажет болса, көбіміз 3000-нан асырып жібереді екенбіз. Егер 5 жыл бойы күніне 90 килокалория артық тамақтансаңыз, онда салмағыңыз 18 келіге артатын көрінеді. Ал күніне 400 килокалориядан асырсақ, оның қанша салмақ қосатынын өзіңіз топшалай беріңіз. Оның үстіне майлы тамақты жақсы көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген? Алла елшісі адамның өмір сүруі үшін аз ғана тамақтың өзі жеткілікті деп, аз тамақтануды кеңес еткен. Ислам ғалымдары кім тойып тамақ ішсе, 4 сырқатқа бой алдырады дейді. Ол 4 сырқат төмендегідей: түсіну қабілеті төмендейді, жүрегінде қатыгездік пайда болады, жүрегі қатаяды, қажеттілігін жиі өтеп тұрады, намаз оқуға деген еріншектік пайда болады. Ислам мәдениетінде асты аз жеу керек. Пайғамбарымыздың өмір жолына көз жүгіртсеңіз, тойып тамақ ішкенін байқамайсыз. Өзінің аштығын білдірмеу үшін қарнына көбінесе тас байлап жүргенін баяндалады. Алла елшісінің көзін көрген сахабалар өте қарапайым ғұмыр кешті. Тіпті күнделік ас ауқаттың өзі олардың дастарханынан табыла қоймайтын. Бірде Абдулла ибн Омарға бір кісі келіп бір дәрі ұсынады. Сахаба Абдулла ибн Омар одан бұл не деп сұрапты. Бұл жауариш, асты тез қорытады деп жауап береді. Сонда сахаба Абдулла ибн Омарға оған: мен бұл дәріге мұқтаж емеспін, себебі 20 жылдан бері тамақты тойып ішкен емеспін дейді. Пайғамбарымыз күніне 2 рет тамақтанғанымды көріп: уа Айша, сені асқазаныңнан басқа еш нәрсе мазаламаған қалайсың ба? Қаласаң саған айтайын, күніне 2 рет тамақтану ысырап. Алла ысырап еткендерді жақсы көрмейді деді. Жиі тамақтанудың қазіргі медицинада құп көрмейді. Ретсіз, мезгілсіз ауқаттана беру адамды семіздікке жетелеп ауруға душар етеді. Мына заманда тамақтан нәпсіні тежеп, аз тамақ ішу қиындау екені рас. Дегенмен денсаулығына бейжай қарай алмайтын адамдар ішіп жеп жатқан астарына ерекше мән береді. Негізі адам асығып аптықпай, тоя тамақ жемей, сүт пісірімдей уақыт күтсе, тойғаны бірден сезіледі екен. Ал біз тойғанымызды білмей, аузымызға тыққылап қарнымызды тойдырмай, орнымыздан тұрмаймыз. Адамның жүрегі егістіктегі егін сияқты, жеген тамағы жаңбыр сияқты. Артық су егінді шіртіп жіберетіндей, артық тамақ та көңілді өлтіреді. Көп тамақ жеу аурудың, ал аз жеу шипаның басы. Ислам ғалымдары аз тамақтанудың төмендегідей пайдаларының барын айтады. Біріншіден, дене қуаттанады, жүрек нұрланады,
есте сақтау қабілеті артады, күнкөріс жеңілдейді, істеген ісінен рахат алады, Алла тағаланы көп еске алатын болады, ғибадаттарының ләззаты артады, о дүниедегі есебі оңай болады.